Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге гүл ханым деп аталатын осындай әдемі, өте пайдалы жеңіл астың жасалу жолын көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен қамырын дайындап алайық. Әдеттегідей су, тұз татымына қарай, бір жұмыртқа және ұн қажет болады. Барлық мөлшері төменде көрсетілген. Қамырыңыз қатты бос та және қатты да болмауы қажет, орташа деңгейдегі қамыр, яғни эластичный қамыр болуы қажет. Иін міндетті түрде қандырып илеңіз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді оны салфан пакетке салып, бір 15-20 минутқа тыныштыққа қоюымыз керек. Сол кезде қамырды жайған кезде өте ыңғайлы болады. Қамырымыз тыныштықта тұрған кезде осы асымыздың салмасын дайындап алайық. Мен пиязды бір данасын алдым, себебі үлкен көлемде болды. Егер де сізде кішірек болса, 2 данасын алуыңызға болады. Барлығын видеода көрсетілгендей ұсақтап турап шығатын боламыз. Мінекей барлық пиязымызды турап дайындап алдық. Ендігі кезекте картопқа кірісейік. Осы картопты турау кезде видеоға өте назар аударыңыз. Бізге қажетті өте жіңішке жұқа соломинкалар қажет. Сол себепті барлық картопты тураған кезде өте жіңішке жұқа етіп турағаныңыз абзал. Себебі пісу барысында тез піседі және салмасын салған кезде қамырымызды орау барысында ыңғайлы болады. Барлық картопымызды турап болдық. Мінекей осындай жіңішке етіп суға салып қойыңыз, себебі қарайып кетпеуі керек. Ендігі сәтте сары майымызды турап алатын боламыз. Яғни қазір пиязбен араластыру кезінде ыңғайлы болу үшін көпик тәріздес қылып турап алсаңыз жеткілікті. Мінекей салмамызға қажетті барлық заттар дайын. Ең алдымен пиязымызға татымына қарай тұзымызды қосып, қолдың көмегімен шырынын шығарып езгілейтін боламыз. Яғни жұмсақ болғанша біршама қолдың көмегімен қысамыз. Содан кейін өзіңізге қажетті қара бұрыш, қызыл бұрыш немесе басқа да приправаларды пайдалансаңыз болады. Содан кейін майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Майымыз барлығы біркелкі араласып кетуі қажет. Содан кейін туралған картопымызды судан сүзіп алып, яғни суын төгіп тастаймыз. Содан кейін картопымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Керекті ыдысымның мөлшерін дұрыс есептемей қалыппын, сыймай қалып жатыр. Басқа үлкенде ыдысқа ауыстырдым және біркелкі араласу үшін жақсылап осылай қолдың көмегін пайдаландым. Ендігі кезекте қамырын жаяйық. Жақсы тыныштықта тұрған қамыр оқтаудың көмегімен оңай жайылады. Өте жұқа етіп жайып шығасыз. Достар, каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Мінекей бірінші қамырымды видеода көрсетілгендей жұп-жұқа етіп жайып алдым. Содан кейін арнайы кескіштің көмегімен немесе пышақтың көмегімен де болады, кесіп шығатын боламыз. Ені кем дегенде 8 сантиметрдей болса жеткілікті. Осылайша кесіп шығамыз ең алдымен. Содан кейін қатты ұзын болып жатса, осылайша 2 бөлікке бөліп аламыз. Содан кейін сұйық маймен сылап шығамыз. Және ұзыншалау етіп видеода көрсетілгендей салмаңызды салып шығатын боламыз. Мінекей салманы салып болғаннан кейін осылайша қамырдың көмегімен барлық жерін жауып шығамыз. Астыңғы қамыр үстіңгі қамырдан сәл қысқалау болуы қажет. Содан кейін осылай орап шықсаңыз, болғаны өте әдемі роза тәріздес тағамыңыз дайын болады. Содан кейін қайнап тұрған мантываркіге бар жоғы 35-40 минутқа салып алсаңыз, өте дәмді, керемет тағам дайын болады. Әсіресе Рамазан кезінде ауыз ашарға таптырмайтын тағам, өте жеңіл, тез қорытылады.
және де фарш еттерді талап етпейді. Үйдегі бар картошкамен, пиязбен жасауға болады. Сіз де жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.